Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін бізде көптен күткен обзор. Біздің соңғы проектіміз Land Cruiser 105 GX 3UZ пятиступка автоматпен. Жалпы бұл көлік біздің досымыздың көлігі 2007 жылдан бері бір хозяин. Состояниесі өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Жалпы бұл машинаны Рамадан бастап толықтай жинап шықтық. Мұндағы тұрған моторды өзін Дубайдан барып алып келдік. Жалпы қазір осы обзорда қандай жиі қойылатын сұрақтар, қалай келтірдік моторды деген сияқты, жалпы қандай жұмыстар істегендігі туралы айтатын боламыз. Ең бірінші мотордан бастайық. Мұнда негізі бұрын дизель тұрған, механика. Бұл мотормен моторын ашпай, ештеңе істемей 500 мыңнан аса шақырым жүріп тастады Toyota. Ал қазір бізде 3UZ пятиступка. Ең көп қойылатын сұрақтардан бастайын. 3UZ-ті алып GX-қа орнатуға бола ма? Просто так алып сала салуға келмейді. 2UZ-ті де алып просто сала салуға келмейді. Өйткені GX-тің көп нәрсесі келмейді. Элементарно бізде мотордың подушкалары бәрі переделанный. Одан кейін разатка бізде VX-тікі 4.7. Ол разатканың өзі 3UZ-ке через переходной плита арқылы коробкасына келтіріледі. Және де одан кейінгі сұрақ тағы бір. Просто моторды алып, свап комплект алып, 1,5 миллионға сонымен орнатсақ бола ма деген. Жоқ, оның сыртында сіздер одан көп нәрсе бөлек аласыздар. Соның бірі мысалы охлаждениеға. Осында біз радиатор қойдық, тюнинный AGS фирмасынан. Полный усиленный радиатор. Неде далада қызып кетуге өте жақсы шыдамды радиатор. Және де бізде мұнда вентилятор 211 Mercedes-тікі плавный включениесімен компьютер өзі барлығын қосады. Бұның өзі мысалы радиатордың өзі 120 мыңнан аса тұрады. Осындай сияқты сізде мотордан бөлек шығындарыңыз көп болады. Одан кейін бізде коробка пятиступка. Неге пятиступка салдық? Өйткені шестиступкаға қарағанда пятиступка мықтырақ, шыдамдырақ болады. Коробка өзі мотормен бірге келді. Жаңа оған айтқанда переходной плитамен келтірдік. Және де коробкаға міндетті түрде бөлек радиатор охлаждение қоямыз. Коробка қызбау үшін мұнда бізде 470 радиатор тұр, заводской. Одан кейінгі тағы бір үлкен переделка, бұл бізде кондиционер. Өзінің кондиционерінің компрессоры бұрын машинаның мына жағында тұрғаннан кейін бүкіл трубкалары мына жерге келтірілетін. Ал бізде қазір компрессор мұнда тұр, 2UZ-тің компрессоры тұр. Сондықтан да мына шлангтардың барлығы переделанный. Және де новый радиатормен, новый компрессормен барлығын орнаттық. Кондиционер барлығы жұмыс жасап тұр. Одан кейін бізде ГУР насос 3UZ-тің өзінікі, GX-та білесіздер, рулевой редуктор тұрады. VX-та рейка тұрады, бізде редуктор. Оған біздің насосымыз жетіп тұр. Бөлек выносной бачогын қойып, ГУРды переделать еттік. Одан кейінгі ең үлкен жұмыс бізде ток, электрика. Электрикада барлық питаниені біз заводской машинаның өзінің блок предохранительна орнаттық. Ішіне интегрировать еттік. Мұнда жазылып тұрған барлық жазулар, мысалы насос деп тұрма, насосқа келеді деген сияқты барлығы по заводу істелді. Сырттан ешқандай блок предохранительді мұнда ештеңе қоймадық, бәрін заводской етіп жасадық. Мұнда бізде компьютердің корпусы қолдан жасалған, өйткені UZ-тің өзінің компьютерінің коробкасы үлкен, мына жерге сыймайды, сондықтан да осындай су кірмейтін етіп осындай корпусты қолдан жасадық. Жалпы машинаның сырты полностью сток, просто қайтадан полностью покраскадан шықты. Машинаның өзінің цветіне боялды. Машинаның кузовымен қоса, бағана айтқандай рамасы да полный шашылып, рамасына дейін боялды антикормен. Одан кейін ходовка полностью бізде жаңадан жиналды. От и до 2 редукторы, яғни мосттары бензиновый салынды. Бұл машина трассаға арнап жүруге арнап жасадық, сондықтан бензиновый мосттар салдық. Скоростной. Одан кейін подвеска Краксман деген қытайлық фирманы тестовый салып көрдік. Өте жұмсақ, жақсы жүреді екен. Дальше бізде
выхлопной система полностью қолдан жасалды. Конечный банка 470 салдық. Келесі бізде салон. Салонда біз каждый детальға көңіл бөлуге тырыстық. Өйткені GX-ің салоны өздеріңіз білесіздер, мұнда 3 адамға арналған орындық тұрады, подлокотник болмайды, кішкене комфорт жоқ. Сондықтан да біз салонды полностью Дубайдан заказ бердік. Есіктің карталарынан бастап, орындық, руль, мұнда подлокотник, центральный консоль, мынау козыректарға дейін бізде 470-кі. Осы нәрселерге дейін біз ауыстырған болатынбыз. Дальше бізде селектор 470-кі, пятиступка, және де щиток Aptitron, Doris-тікі 470 тоже. Руль мультирулімен, круиз контроль, GX-та енді механика алғаннан круиз болмайды. Круиз контроль барлығын орнаттық. Круиз барлығы істеп тұр, мультируль істеп тұр. Android қойдық. Бұнда өзінің штатный магнитофон тұрған ескі. Бұнда Android қойдық, үлкен. Осы сияқты біз каждый нәрсені барлығын біз көңіл бөліп, комфорт жасауға тырыстық машинада. Жалпы көлігіміз осы. Бұмен біз тауға да, қырға да, далаға да шығып көрдік. Қыста да жүріп көрдік. Одан кейін машинамен трассада да жүріп көрдік. Хозяин машинаның иесі Астанаға бірнеше рет барып келді. Яғни машина полный тест-драйвтан өтті. Кез келген апаратын жеріне апарады. Яғни жалпы қойылған мақсат орындалды. Көліктің иесі машинаға риза.